және осыған қатысты жаңағы Ермұрат Бапи секілді депутаттар тағы да жаңағы діни киім кигендерге қатысты тыйым салу жөнінде бастама бастап жатыр екен. Бұл да өте қауіпті үрдіс. Теріс ағымдардың қызметіне біз қалай да болсын инвентаризация, бір ревизия жасап, солардың ішінде қатерлі дегендерінің қызметін тоқтату бойынша біз заңнамалық тетіктерді де, әкімшілік ресурстарды күшейтуіміз керек. Алдағы бір 10-15 жылдық перспективадан қарайтын болсақ, бұндай заң өкінішке қарай біздің мемлекетті артқа тартатын болады. Адамды хайуандықпен, салқынқандылықпен өлтіріп тастау, оның алдында да оқиғалар болды. Мәселен, баласын құрбандыққа шалу деген сияқты дүниелердің барлығын алып қарайтын болсақ, бұл дін тұрғысынан ақтайтын, осындай легитимдейтін тәжірибенің қалыптасқандығын көруге болады. Яғни дін мен криминалдың ұштасуы бұл өте қауіпті тенденция. Сіз қандай да бір адамды діни бостандығына қарсы шектетін болсаңыз, ол адамдар өзінің дінінен бас тартпайды. Ол ішіне ашу, ыза, кек сақтап, кейін күні оны қарсы шығаратын болады. Бұдан адамдарды дискриминациялау көбейді, және де терроризм қаупі тіпті арта түсті. Қоғамда репрессиялардың артуына алып келеді. Рамканың ішіне бәрін тығып қойып, бақылау деген ол бір өте үлкен иллюзия. Мемлекет тарапынан расында айтатын болсақ, жеткілікті назар аударылмай отыр. Жуырда Атырау қаласында көлігін сырып кеткен зейнеткерді көлік жүргізушісі ұрып өлтірді. Қаладағы базарлардың бірінде газель көлігін мінген Амандық Сағынғалиев есімді зейнеткер Мұхтар Ахметов деген азаматтың Мерседес көлігінің есігін сырып кеткен. Әлеуметтік желіде тараған видео мен ақпаратқа сенсек, Мерседес иесі әлі жасы 40-қа толмаған азамат, ал газель иесі марқұм жасы 70-ке таяп қалған егде кісі. Видеодан көргеніміздей, газель жүргізушісі қанша соққы тисе де жауап қатпайды. Алайда ол өзінен көп жасы кіші азаматтың соңғы ауыр соққысынан кейін есін жия алмай артынша қайтыс болған. Полицияның мәлімдеуінше, аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізіліп жатыр. Күдікті қамауға алынды. Көп ұзамай желіде қылмыс жасаған азаматтың суреті жарияланды. Көпшілік оның радикал ағым өкілі екенін айтып, лаңкестік әрекетке теңестіріп айыптап жатты. Біз сөйлескен сарапшылар қоғамның бір бөлігінің радикалдануына не түрткі болады деген сұраққа жауап берді. Зерттеуші Серік Бейсенбаев адамды сырт келбетіне қарап белгілі бір ағым өкілі деп бағалау өркениетті қоғамға тән емес деген пікірде. Сарапшы Атыраудағы кісі өлтірген жергілікті тұрғынның діни сеніміне емес, оның жасаған қылмыстық әрекетіне назар аудару керектігін айтады. Өте қайғылы жағдай, және де қоғамдағы пікірді егер байқап қарасақ, онда ол адамдардың жаңағы сақалына қарап, оларды бірден жаңағы тырнақша ішінде радикалды топ өкілдері деп, оларға сондай қорытынды шығарып қойды. Бұл жерде мен өз басым бұл адамдарға қылмыскер ретінде қарауды ұсынамын. Яғни олардың айыбы, жазасы жасаған әрекетіне қаратай бағаланып, соған сәйкес жаза берілу керек. Тек қана сырт келбетіне қарап, оларды қандай да бір топтың өкіліне жатқызу, бұл мәдениет өркениетті қоғамға тән нәрсе емес. Себебі жаңағы бұл топтық ойлау деп аталады, адамның сыртқы бейнесіне, келбетіне қарап, соны ол мына деген егерде сақал болатын болса, ол яғни белгілі бір жаңа діннің өкілі деп сіз сырттан тон піше саламыз. Бұл көп жағдайда қоғамда жіктелудің артуына алып келеді, және адамдардың арасында басқа да әлеуметтік жанжалдардың туындауына әсерін тигізеді. Оның жарқын мысалы өткенде жаңағы Бішкекте білесіздер, бір төбелестен кейін барып, түрі басқа жаңағы пәкістандық, арабтық ұлт өкілдеріне көшеде жаңағы тиісіп, оларды ұрып соға бастады, қаншама адамдар елден кетіп қалды. Яғни бұл елдің имиджіне өте үлкен зақым келтірді. Дәл сол секілді, егерде біз бұл адамдарды жеке жаңағы қылмыскер, жеке адам ретінде емес, бір топтың өкілі деп қарайтын болсақ, өкінішке қарай бұл да осындай салдары болуы мүмкін. Қазақстан қоғамының діни қауым өкілдерінен не себепті қауіптенетінін айтқан Серік Бейсенбаев бірнеше мәселені бөліп көрсетеді. Айтуынша, соңғы 10-15 жылда дін өкілдеріне қоғамда үлкен стигма қалыптасқан. Бұл негізі кез келген қоғамда жаңағы біз және олар деп бөліну бар. Яғни біз өзіміздің жаңағы шекарамызды анықтаймыз, әрқашан адам ретінде, қоғам ретінде. Және де бұл жік, бұл шекара көп соңғы уақыттарда, енді 15 жылдың ішінде осы дінге қатысты өте қатты көрініс табуда. Ол жаңағы
дәстүрлі дін және де дәстүрлі емес дін деп айтады, ол жаңағы деструктивті дін деп айтады, иә. Сол діннің өкілдеріне үлкен стигма қалыптасқан. Яғни ол стигманың қалыптасуына бір жағынан мемлекет ықпал етті, пропагандасы арқылы біз экстремизммен күресеміз деп осындай бір қолдан бір жау жасап алды да, ол дін өкілдерінің жаңағы негізі бір топта емес. Ол әртүрлі мүмкін бір діни сенім өкілдері болуы мүмкін, бірақ та біз оларды жаңағы мемлекет мындай сақал бар болса, жаңағы шалбары қысқа болса, онда олардың барлығы деструктивті деп осындай образ жасап алып, соменен күресіп жатыр. Оған ықпал еткен жаңағы қоғамдағы белгілі бір паблик дейді ғой, қоғамда белсенді адамдар, инфлюенсерлер де бар. Сондықтан да осындай саясаттың көбінесе ықпалынан бізде дін өкілдеріне қатысты үлкен ксенофобия пайда болды. Бұл ксенофобияның салдары біз мынау кез келген түрі басқа адамның бізге ұнамайтын қылығын біз бірден оны жаңағы радикалды топқа жатқызып, оларға тыйым салуды, оларды соттауға, сондай бір үгіт насихатқа адамдар өте тез беріледі. Өйткені біздің адам ретінде табиғатымызда өзгелерден қорқу деген нәрсе бар. Бірақ та өзгелерді кім қалыптастырады? Өзгелер дегенімізді біз тек қана оның сырт келбетіне қарап қана анықтауымыз қаншалықты дұрыс. Яғни біз адамдарды ең алдыменде біз жаңа айтқанда өркениетті қоғам болатын болсақ, ол адамның істеген әрекетіне қарата бағалауымыз қажет. Яғни біздің қоғам өте қатты өзгеріп жатқан қоғам. Идеологиялық тұрғыдан, құндылықтық тұрғыдан, мысалы үшін 15 жыл бұрын Алматы мен Астананың көшелерінде адамдардың киім киісі, бет әлпеті, шаш қою, сақал қою үлгісі мүлдем басқа болған. Яғни біз ол өзгешеліктің барлығын ысырып тастап, жоқ, бұның бәрі бізге қауіп деп қарайтын болсақ, онда біз өкінішке орай артта қалып қоямыз. Сондықтан да осындай әртүрлілікті қабылдай білу, оның ішінде діни әртүрлілік бар, гендерлік әртүрлілік бар, идеологиялық әртүрлілік бар, соның барлығына бір ортақ инклюзивті кеңістік қалыптастыру өте маңызды, және бұл жерде мемлекеттің рөлі өте зор. Әлеуметтанушының пікірінше, биліктің экстремизммен күресі көбіне формалды сипатта жүреді. Сонымен қатар ол мәжіліс депутаты Ермұрат Бәпидің қоғамдық орында діни киім киюге тыйым салынуы мүмкін деген мәлімдемесіне сын көзбен қарайтынын жеткізді. Депутат өзінің аудиториясына ұнайтын пікірді ұсынып отыр дейді. Және осыған қатысты жаңағы Ермұрат Бәпи секілді депутаттар тағы да жаңағы діни киім кигендерге қатысты тыйым салу жөнінде бастама бастап жатыр екен. Бұл да өте қауіпті үрдіс. Себебі бұл ешқандай мәселені шешпейді, керісінше біздің қоғамда жаңа проблемалардың туындауына алып келетін нәрсе. Оған мысал көрші Өзбекстан, Тәжікстан мемлекеттері осы жолды жүріп өтті, бірақ та ешқандай бір пайдалы нәтижеге жеткен жоқ. Керісінше ол қоғамда адамдардың бір-біріне деген сенім азайды, діни тұрғыдан адамдарды дискриминациялау көбейді, және де терроризм қаупі тіпті арта түсті. Осыны түсіну керек, және де мен зерттеуші ретінде осындай үнемі фактіге, статистикаға сүйенуді ұсынамын. Яғни бұлай эмоцияға беріліп, ол адамдардың түрі басқа екен деп оларға қарсы бір үгіт насихатқа ілесіп кету, бұл өкінішке орай оның артқа жақсылыққа бармайды. Енді бұл кісілердің мотивтарының қандай екенін айту қиын. Мүмкін ол өзінің аудиториясына ұнайтын нәрсе айтып жатқан шығар. Бірақ та егер де аргументтерін қарасақ, бұл біздің дәстүрімізге қарсы дейді. Ал дәстүр деген ол үнемі өзгеріп отыратын нәрсе. Дәстүрді қалыптастыратын біз, мысалы үшін 20 жыл бұрын болмаған дәстүрлер қазір біздің өмірімізге еніп кеткен. Мысалы үшін кофеде біз кофеханада кофе ішіп отырмайтынбыз 30 жыл бұрын. Бірақ қазір ол қалыпты нәрсе. Дәл сол секілді біздің қоғамдағы дәстүр деген түсінігі ол да ауыспалы, өте сондай шекарасы былай икемді нәрсе екендігін түсінуіміз керек. Ол бір, екінші жағынан жаңа айтқаныңыздай зерттеулерге сүйену өте маңызды. Сарапшы дін мәселелерін зерттейтін заң радикалды ислам идеологиясын реттейміз деген желеумен адамдардың діни бостандығын көбірек шектейтінін алға тартады. Бұл орайда ол Түркменстан мысалын еске алды. Бұның арты тағы да даудың артуын алып келетіндігі анық. Себебі біздің қоғамда діннің рөлі артып жатыр. Бұндай дінге қатысты, діни киімге қатысты шектеу қою әрине көп адамға ұнамайды. Сосын бұл нәрсе мемлекеттік аппараттың күшеюіне алып келеді.
қоғамда репрессиялардың артуына алып келеді. Сондықтан да алдағы бір 10-15 жылдық перспективадан қарайтын болсақ, бұндай заң өкінішке қарай біздің мемлекетті артқа тартатын болады. Себебі біз онда тым көп ықпалды билікті мемлекеттік ақпаратқа беріп қоямыз да, кейін барып бізді жаңағы түрімізге қарап мемлекет шектей бастаған кезде, неге маған ол тиіп жатыр деп өзіміз таңғаламыз. Оның бастауы осы жерден басталады. Сіз жаңағы сақал қойған, қара киім киген адамнан мемлекет бастайды да бүгін, бірақ оларменен ешқашан тоқтамайды. Келесі этапта ол жаңағы мүмкін шашын бояйтын адамдарды біреуге ұнамай қалып, оған қарсы да бір Түркменстанда секілді, мысалы үшін, әйелдердің қысқа юбка киген ұнамай қалып, оған қатысты заң шығуы мүмкін. Сондықтан да бостандық деген нәрсе өте маңызды. Әлеуметтанушы Талғат Жақиянов радикалды топтардың әлеуметтік портретінің рөлі жайлы айтып берді. Оның айтуынша, жаңа радикалдардың әлеуметтік бейнесі бұрынғы радикалдардан мүлде өзгеше. Сарапшы Атырау, Қарағанды қалаларындағы болған жағдайдың қатерлі астары бар деп санайды. Әрине, заңды барлығы бұзады. Әркім бұзуы мүмкін. Дегенмен бұл жерде шын мәнінде қоғамның ішінде алаңдаушылық тудырып отырған мәселенің негізі бар. Біріншіден, жалпы мынау өздерін таза мұсылманбыз, біз деген нағыз исламды ұстанамыз деп жүрген топтардың осындай қылмыстық әрекеттерге, соның ішінде өте ауыр қылмыстарға баруы шын мәнінде ойландыру керек қоғамды. Жалпы алып қарайтын болсақ, ислам мен қылмыс, бұзақылық деген бұлар өзара үйлеспейтін ұғымдар, құбылыстар, шын мәнінде. Шынайы мұсылман, оның мінезі көркем болу керек. Шынайы мұсылман сабырлы болу керек, ол мейірімді болу керек. Бірақ жаңағы мына біз таза мұсылманбыз, тіпті тақуалық деңгейде ұстап жүрміз деп өздерін осылай есептейтін категорияның өкілдерінің әрекеттерін қарайтын болсақ, бұл айуандықпен жасалып жатқан қылмыстар көруге болады. Сәйкесінше бұл жерде бір мәселеге назар аударуымыз керек. Бүгінгі таңда жалпы біздің қоғамда мынау діни жамағаттар мен криминалдық топтардың бірігу тенденциясы байқалады. Мәселен, жаңағы бұл көрініс көбінесе мынау салафишіл ағымдардың қатарында байқалды бұл көрініс. Және көп жағдайда батыс өңірлерде байқалған болатын бастапқы бетте. Соның ішінде мынау бізде радикалдық деңгейі жоғары деген такфиршілер, сүрриттер деген салафишіл топтардың жамағаттары бар, сол идеологиялар ұстанатын. Солардың арасында бірінші көрініс берген болатын. Яғни мына діни жамағаттардың іштеріне көше бұзақылар мен қылмыстық топтар ене бастады бірте-бірте. Әрине ол топтың өкілдері жай адамдар емес, ол өз кезегінде сол көшенің ішінде лидерлік позицияны ұстанғандар, харизмасы бар тұлғалар енді келіп бұл жамағаттардың ішіне кірген кезеңде олар өздерінің лидерлік позицияларын қайтадан алға шығара бастады. Олар ендігі аралықта өздерінің бұған дейінгі жасап келген қылмыстық бұзақылық әрекеттерін дін тұрғысынан ақтайтын, легитимдейтін тәжірибелер қалыптастыра бастады. Яғни бұл дінге басқаша интерпретациялар бере отырып, әртүрлі нормаларды, хадистерді, тағы басқаларды бұрмалап, соны түсіндіру арқылы өздерінің бұрынғы жасап келген іс-әрекеттерін ары қарай жалғастырып, оны дін тұрғысынан ақталатын бір құбылыс ретінде көрсету тенденциясы. Оның айтуынша, түрлі діни жамағаттар арасында кәпірлерді өлтіруге, олардың мал-мүлкін тартып алуға, зорлық көрсетуге болады деген бұрмаланған интерпретациялар тарай бастаған. Тіптен арабшадан қазақшаға кей сөздерді қасақана бұрмалай аудару тәжірибесі жиі кездеседі. Бір нәрсеге назар аудару керек, мәселен, Құранның сүрелерін бұрмалай бастады. Мысалы үшін жағы Маида сүресі, сондағы теологтарымыз айтады, хамыр деген сөз бар. Мәселен, ол мына дәстүрлі жолдағы теологтарымыз түсіндіру бойынша бұл адамның миын улайтын кез келген зат. Міне осы хамыр сөзін біздің теологтарымыз адам миын улайтын зат деп аударатын болса, арабшадан жаңағы салафишіл ағым өкілдері оны шарап деп қана аударады.
яғни олар сол арқылы мына есірткіні ақтап алуға тырысады. Яғни ол шарапқа ғана тыйым салынған, алкогольдік сусындарға, есірткіге тыйым салынбаған. Осы сияқты жаңағы кәпірлерді өлтіруге болады, олардың мал мүлкін тартып алуға болады, оларға зорлық көрсетуге болады деген сияқты осындай бұрмаланған интерпретациялардың негізінде де қазір осы топтардың ішінде қылмыстың түрлері көбейіп келе жатыр. Сондықтан мына соңғы оқиғаларды жаңа қарайтын болсақ, адамды хайуандықпен, салқынқандылықпен өлтіріп тастау, оның алдында да оқиғалар болды. Мәселен, баласын құрбандыққа шалу деген сияқты дүниелердің барлығын алып қарайтын болсақ, бұл дін тұрғысынан ақтайтын, осындай легитимдейтін тәжірибенің қалыптасқандығын көруге болады. Яғни дін мен криминалдың ұштасуы, бұл өте қауіпті тенденция. Түрлі елдер құрастырған терроршының әлеуметтік портреттерінде көбіне үгітке тезеріп, радикалдануға жастар бейім келетіні байқалған. Әлеуметтік күйзелісте жүргендерге түрлі діни ағым өкілдері оларға көмектесіп, әл ауқатын көтеруге мақсатты түрде жұмыс істейтін көрінеді. Себептер өте көп. Бірінші кезекте бұл мен айтар едім, жалпы рухани идеологиялық мына мемлекет тарапынан ұсынылған платформаның әлсіздігі. Жалпы қазіргі бұл діни идеологиялардың таралуының басты бір себебі ол мемлекет тарапынан ұсынылып отырған осындай идеологиялық құндылықтар жүйесінің бірізге келмеуінде айтуға болады. Сәйкесінше жалпы мына рухани кеңістікте идеологиялық вакуум болады деп айтып жатады. Идеологиялық вакуум ешқашан болмайды. Оны жаңағы бос орынның барлығын қандай да бір топтар, сыртқы күштер, ішкі күштер өзіндік идеологиялармен толтырады. Не осы рухани идеологиялық платформаны біз қалыптастыруымыз керек. Екіншіден, дәстүрлі мұсылмандықтың жалпы мына ғылыми, теологиялық, тарихи, мәдени негіздерін күшейтуіміз қажет, кеңінен насихаттауымыз қажет. Бұл деген сөз діндегі саналуандылықты жою деген сөз емес. Кез келген қоғамды алып қарайтын болсақ, жаңағы исламның сол қоғамға бейімделген өзіндік үлгісі бар. Яғни біз оны дәстүрлі мұсылмандық деп айтамыз, дәстүрлі тәжірибе, мұсылмандық ұстанудың дәстүрлі тәжірибесі. Осы қазақ жеріне, табиғатына, климатына, ландшафтына, қазақтың мәдениетіне икемделген формасы, оның ажырамас бөлігіне айналған мәдениетінің. Сондықтан осы бұрыннан ата-бабаларымыз ұстанып келе жатқан осы дәстүрлі мұсылмандықты дамыту қажет, барынша дамыту қажет. Яғни идеология арқылы күресу қажет. Ол балама мемлекет тарапынан, қоғам тарапынан ұсынылатын балама әрқашанда болу керек. Онан кейін кезекте әрине әлеуметтік факторларды реттеу қажет. Бұл жерде мен бірінші кезекте айтатын едім, институттардың жұмыстарын күшейту керек. Әсіресе мынау әлеуметтендіруші институттар, балабақша, мектеп, колледж, университеттердегі білім сапасы, жалпы тәрбие деңгейі өте жоғары болатын болса, мен ойлаймын, теріс ағымдарға, әртүрлі жамағаттарға біздің қазақстандықтар, әсіресе жастар кетпейтін еді. Сондай-ақ бүгінгі түрлі діни ағымдарға кетудегі басты бір себептің біреуі бұл жұмыссыздық мәселесі. Яғни мына теріс ағым өкілдері өздерінің жаңағы сенушілеріне жұмыс орындарын ашып береді, қандай да бір кәсібін ашуға көмектеседі, қаржылық. Яғни оларға әл ауқатын көтеруге толықтай жағдай жасайды. Сондықтан мемлекет бұл тұрғыдан да ойлану қажет. Біз халықтың әл ауқатын көтеруіміз қажет. 2011 жылғы мамырда дін істері агенттігін құрумен дін туралы заң қабылдау сияқты мемлекет қарастырған шараларды талдаған сарапшы мәселеге жеткілікті назар аударылмай отырғанын айтады. Дін экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны іске асыру үшін бюджеттен қыруар қаржы бөлінген. Халқыны сөйлескен сарапшылар Қазақстандағы экстремизммен күресу тәсілдері діни идеологиямен күреске айналмау керектігін айтады. Мен айтпас едім, оның барлығы осындай зерттеліп жатыр өз деңгейінде деп. Бұл жерде жаңағы айтқандай зерттеу жұмыстарын күшейту қажет. Мемлекет тарапынан расында айтатын болсақ, жеткілікті назар аударылмай отыр. Радикализммен күрес жалпы дінмен күреске ұласып кетпеу керек.
Біз жалпы радикалдармен күресеміз деп исламмен күресіп кетпеуіміз керек. Өкінішке орай бізде қоғамда кейбір азаматтардың, сарапшылардың тұрғысынан осындай сыңар жақ ұстанымдар, көзқарастар байқалады. Сіз қандай да бір адамды діни бостандығына қарсы шектетін болсаңыз, ол адамдар өзінің дінінен бас тартпайды. Ол ішіне ашу, ыза, кек сақтап, кейін күні оны қарсы шығаратын болады. Терроризмнің, экстремизмнің де бір көзі осы жерде жатыр. Ал біз өркениетті мемлекет ретінде ол адамдардың діни бостандығын мойындап, оған кепілдік беру арқылы, бір жағынан, екінші жағынан адамдарды тек қылмыс жасаған үшін ғана, болмаса қылмыс жасауға деген ниетінің анықталған кезінде ғана біз оларды шектейтін болсақ, онда бұл мәселенің шешімі табылар еді деп ойлаймын.